достар, әжемнің асханасына қош келдіңіздер. Бүгін біз әжемнің рецепті бойынша қатпарлы қаттама жасайтын боламыз. Ал енді бастайық. Ұнап жатса лайк басып, тіркеліп, комментарий қалдырыңыздар. Қатпар қаттамамызға қажетті заттар: 300 мл су, жарты шай қасық тұз, 1 жұмыртқа, жарты шай қасық дрожж және 400 грамм ұн. Міне, қамырымыз көтерілді. Енді үшке бөліп, жұқартып жайып аламыз. Қамырымызды жұмсақ қылып жаямыз. Міне достар, қамырымызды жұқа қылып жайып болдық. Енді үстіне май жағамыз. Майымызды қамырдың барлық бойымен жағып шықтық. Енді оны бүгеміз. Енді осыны домалақтап аламыз. Ал енді осыны демалуға 10-15 минутқа қоямыз. Достар, енді тапамызға жайғастырамыз. Жайғастырып болған соң 30 минутқа 180 немесе 200 градусқа пешке қоямыз. Достар, міне біздің қатпарлы қаттамамыз пісті.